Қуаныштың ең жоғарғы деңгейі біреуді қуанту, одан кейінгі жоғарғы деңгейі біреу үшін қуану. Ең соңғысы, ең әлсізі өзің үшін қуану. Бірақ байқасаңыздар, біздің қоғамда біз не істейміз? Біз үнемі өзімізді қуантуға тырысамыз. Маған деп ше. Ең алдымен біреуді қуантуға тырысшы. Қуанту деген ол барып ақшаға көміп тастау емес. Жай әшейін жүрегіндегі бір ауырлығын, мұңын сейілту. Даже Парамосновтың сұраған ғой, адамдардың ішіндегі ең жақсысы, мұсылмандардың ішіндегі жаңағындай парызын өтеп жүрген, бәрін істеп жүрген ең жақсысы кім деген кезде, адамдарға пайдалы болған деген ғой, адамдарға жақсылық істеген деп айтқан да. То есть қандай адам ең жақсы деген кезде адамдарға пайдалы болған деген. Анау неде бар, өзі тізімі бар, мұсылмандардың ішіндегі ең жақсы адамдар деген тізім бар. Соның біреусі адамдарға пайдалы болған адам. Енді сұраймын ба, осы адамның амалдарының ішіндегі ең жақсы қандай деген ғой?